Саламатсыздарбы окуучулар. Бүгүнкү сабагыбыздын такырыбы адам гемоглобини мен миоглобиндин курулушу менен кызмети. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты эмбрион менен ирисек агзанын гемоглобини мен миоглобини үчүн оттектин диссоциациялануунун кыйсык сызыгын түшүндүрүү. Гемоглобиндин курулусуна токтолойлук. Гемоглобин дегенimiz канның тыныс алуу пигментин атайбыз. Ол оттек мен көмүрүшкүл газын тасымалдайды. Ер адамдарда 130-140 грамм литр, әйелдерде 120-140 грамм литр гемоглобин мөлшері болады. Гемоглобин 600 амин кышкылдарынан турат. Олардың молекулалык массасы 64500-ге тең. Гемоглобин глобин нарузынан 4 гем молекуласынан куралган. Гем молекуласында бір атом темір бар. Темір өзіне оттегін қосып алады да жасушаларға оңай береді. Глобин гемнің нәрөз тасушысы. Гемоглобиннің негізгі қызметіне тоқталайық. Қызметі тыныс алу. Гемоглобин өкпеден тіндерге оттегін және тіндерден өкпеге көміршкіл газын тасымалдайды. Гемоглобиннің көміршкіл газымен қосындысын карбогемоглобин деп атаймыз. Оттегімен қосындысын оксигемоглобин және иісті газбен қосындысын карбоксигемоглобин деп атаймыз. Гемоглобин құрамына темір және нарөздік бөліктер кіреді. Қанның 1 мм көлемінде 4,5 миллион эритроцит бар. Олардың ортасы қысыңқы тегіршік пішінді болып келеді. Гемоглобин қанның қызыл түсті пигменті. Ол 2 түрлі типті және 4 полипептидтік тізбектен тұрады. Екеуі А тізбектегі 141 амин қышқылы қалдығынан, екеуі Б тізбектегі 146 амин қышқылы қалдығынан тұрады. Гемоглобиннің толық құрылымын Кендрю мен Перц анықтаған болатын. Темір элементінің рөлі денсаулық үшін өте зор. Егер темір жетіспесе, баршамызға белгілі анемия немесе қан аздығы ауруы пайда болады. Бұл элементтегі ағзадағы тәуліктік мөлшері 11-30 мг. Адам қанында 3 грамм жуық темір бар. Оның мөлшері көрсетілген шамадан төмен болса, қанның қызыл жасушасының, яғни гемоглобиннің түзілуі нашарлап, тыныс алу функциясы төмендейді. Темір ағзаға сырттан түседі. Тамақтан құрамдағы темір ионы 12 елешектің жоғарғы бөлігінде қанға сіңіреді. Темірдің ағзаға дұрыс сіңбеуі асқазандағы тұз қышқылының жетіспеуінен немесе темірдің ақуызбен байланысуының нашарлауынан болады. Гемоглобин оттекті қосып алып, оксигемоглобинге айналады. Оттекті беріп жіберген оксигемоглобин тотықсызданған немесе редукцияланған гем деп аталады. Оксигемоглобин гемоглобиннің түсі бойынша ерекшеленеді. Сондықтан құрамында оксигемоглобин бар артерия қанының түсі ашық, ал қызыл түсті. Ал тотықсызданған гемоглобиннің көп мөлшерінен тұратын вена қанының түсі қою қызыл болып келеді. Миоглобин дегеніміз бұл қанға бұлшық етпен жүрек бұлшық етінің оттекпен байланыстыратын нарөз атаймыз. Бұлшық етте уақытша оттек жетіспеуінің орнын толтыруға жұмсалатын оттек қорын жинау қызметін атқарады. Адам миоглобині организмде оттектің 14%-ын байланыстыруға қабілетті. Миоглобиннің молекуласы бір полипептидтік тізбектен және гемнен тұрады. Оның молекулалық массасы 17 000. Ет тіні жиырылған капилляр мен қан тамырларының жиырылуы нәтижесінде оттектен қысым кенет төмендеген кезде миоглобиннің жұмыс істеп тұрған бұлшық етке қажетті оттек мөлшерін шығады. Суретте сіздерге гемоглобин мен миоглобиннің жүру үдерісі көрсетілген. Гемоглобин 4 гем тобынан тұрады, миоглобин 1 гем тобынан тұрады. Гемоглобин 4 оттекті молекуласы гемоглобинмен байланысады, миоглобинде 1 оттек молекуласы миоглобинмен байланысады. Оқушылар, бүгінгі тақырыбымызға сәйкес бейнетаспаға назар аударайық. Гемоглобин қанның тыныс алу пигменті. Ол оттек мен көміршкіл газын тасымалдайды. Гемоглобин глобин нарузынан
4 гем молекуласынан құралған. Гем молекуласында бір атом темір бар. Темір өзіне оттегін қосып алады да жасушаларға оңай береді. Глобин гемнің нәруыз тасушысы болып саналады. Гемоглобиннің құрамы ер адамдар мен әйел адамдарда әртүрлі. Үлкен кісілерде гемоглобиннің мөлшері жоғары, ал балаларда гемоглобиннің мөлшері аз болады. Ер адамдарда гемоглобиннің мөлшері 130-160 грамм литрді құрайды. Әйел адамдарда 120-140 грамм литрді құрайды. Гемоглобиннің көбеюі немесе азаюы ол организмде бұзылу процестерінің жүруінің себебі. Сол себепті анализ тапсыру міндетті кезең. Бұл арқылы біз организмдегі өзгерістерімізді, яғни аурулар түрін байқауға болады. Ал енді оқушылар, бүгінгі сабағымыз бойынша бекіту тапсырмаларын орындайық. Шарты: гемоглобин мен миоглобинді салыстыра отырып, кестені толтыру. Оқушылар, тапсырманы орындап болсақ, дұрыс жауапқа назар аударайық. Гемоглобинге тән қасиеттер. Бірінші, оттегімен байланысып, оны тасымалдайтын ақуыз. Екінші, ұлпаларды оттегімен қамтамасыз етеді. Үшінші, эукариоттарда кездеседі. Төртінші, 4 гем тобынан тұрады. Бесінші, 4 оттекті молекуласы гемоглобинмен байланысады. Миоглобинге тән қасиеттер. Бірінші, оттегімен байланысады. Екінші, ұлпаларда оттегіні сақтайды, қажет кезінде ағза осы оттегіні қолданады. Үшінші, қанқа және жүрек бұлшықеттерінде кездеседі. Төртінші, 1 гем тобынан тұрады. Бесінші, 1 оттегі молекуласы миоглобиннен байланысады. Оқушылар, екінші тапсырмаға назар аударайық. Гемоглобин, ген, глобин, оксигемоглобин, миоглобин ұғымдарына анықтама беріңіздер. Оқушылар, тапсырманы орындап болсақ, келесі кестеге назар аударайық. Кестеде түсіндім, түсінуді қажет етеді және түсінбедім сөздермен бейнеленген кесте берілген. Яғни, түсінген жерлеріңізді, түсінуді қажет ететін сұрақтарыңызды және түсінбеген жерлеріңізді жазып толықтырсаңыздар. Ал енді оқушылар, біздің сабағымыз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет.